Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге балық шақтың балдамы болған, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын лакомканың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады, және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Ең әуелі сүтімізді алдын ала жылытып аламыз. Жылы сүтті ыдысымызға құйып, үстіне қантымызды қосамыз. Содан соң ашытқыны саламыз, яғни дрожжды. Содан соң жақсылап араластырып аламыз, қантымыз ерігенше. Енді осы массаның үстіне тұзымызды саламыз. Содан соң 2 жұмыртқаны саламыз. Бір жұмыртқаның сарысын алдын ала бөлек ыдысқа салып қоямыз. Бетіне қажет болады. Қалғанын қосып, жақсылап араластырып алып, үстіне ерітілген сары майды құямыз. Тағы да барлығын араластырамыз. Мінекей бізде осындай сұйық масса болады. Енді үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болады. Ұнды артық мөлшерден қоспаңыздар, себебі қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай дәл жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. Бізде қолға жабысатын жұмсақ қамыр болады. Енді осы қамырдың бетін жауып 1 сағат көлемінде жылы жерге қалдыратын боламыз. Қамырымыз 1 сағаттың ішінде дәл осылай көтеріледі. Қараңыздар, жұмсақ, биік болып шықты. Өте керемет жұмсақ қамыр болады. Енді осы қамырларымызды теңдей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен менде 12-13 данадай шықты. Кішірек қылып жасасаңыздар 15-16 болады, немесе осылай өздеріңізге қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Менде үлкендеу болды. Енді осы қамырларымызды қолдың көмегімен қараңыздар жұмсақ қылып домалақтап аламыз. Домалақ болған қамырларымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты жұқа болмау үшін дәл осылай жасап көріңіздер. Мінекей қамырымызды жасап алып, дәл осылай 2 бетін біріктіріп қоямыз. Қалған қамырларды дәл солай жасаймыз. Бұл қамырмен жұмысты өте оңай, ешқандай ұнды себуді қажет етпейді. Жұмсақ болады, қорықпай жасай беріңіздер. Мінекей дәл солай жасап, қамырымызды 2 бетін біріктіріп, дәл осылай қоямыз. Ыдысымызға қойып аламыз. Енді бетіне алып қалған жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сол кезде беті жылтырап, одан сайын әдемі болады. Енді дәл осы күйінде тағы да бір 5-10 минутқа бетін жауып қалдырсаңыздар болады. Немесе қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Менде үлкендеу болды, сондықтан осылай керемет көтеріліп шықты. Енді оған дейін кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сары майға, бөлме температурасындағы сары майға сгущенканы салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Майдың пайызы 82-ден жоғары болған дұрыс. Сапасы жақсы май болса, біздің креміміз осылай дайын болады. Егер сгущенканы көп қоссаңыздар, сұйық болып кетуі мүмкін. Сондықтан дәл осы рецептпен жасаңыздар. Мінекей біздің бисквиттарымыз, яғни корждарымыз пісіп шықты. Қараңыздар, жұмсақ, биік, әдемі болып шықты. Менікі кішкене күйіңкіреп кетті, бірақ ештеңе етпейді. Енді арасына 2 ас қасықтың көмегімен кремімізді салып, және бүкіл жеріне, жан-жақтарына, барлық жерге жағып шығамыз. Енді қалған бір коржды мен үгітіп алдым, ұсақтап майдалап, бетіне осылай, кремнің бетіне осылай дәл видеодағыдай жағып аламыз. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Қаласаңыздар, бетіне жаңағы майдаланған крошканың орнына дәнек, кез келген орехты да жапсаңыздар болады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп өтсеңіздер де болады. Мінекей біздің барлығын осылай жасап алдық. Алғашында бисквитпен әрледім, екіншіде осылай орехтармен әрледім. Мінекей қараңыздар, өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Отбасыма қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.